Бұның ішінде қыздар спирт жоқ, құрамында спирт жоқ. Бұл да японский бренд, Карич деген. Ішінде 80 штук алоэ вера гелі бар ішінде. Детский салфетка. Иә, детский салфетка. Көтені сүрте бересіздер. Жалпы өзіңізге де алсаңыз болады. Одан кейін мысалға балдар аузын сүрте алмайды. Кәдімгі салфеткалар бар ғой. Олардың бәрінде құрамында спирт бар. Одан кейін бізде осында офисте бір бала маркер бар ғой, сол маркермен ана қыз қолын бояған, бетін бояған, соны біз осымен кетірдік қой, маркер кетпейді негізі. Осымен кетірдік, представляете? Гель алоэ вера. Бұл қанша тұрады? Бұның бағасы 1800. Тоже партнерский баға. Ұзақ бір жетеді. И одан кейін басқа салфеткалар сияқты кеуіп қалмайды бір ашылғаннан. Иә, ылғалды тұра береді. Осындайдың неше түрлері бар, негізі мынау именно детский. Еще машинаға салып қойсаңыздар болады, кішкентайы бар, үлкені бар, разный нелері бар. Табар салған жоқ, мен көмекші ғой. Памперстер бар қыздар, памперстер бар. Рустам да салады, маған жібере салады. Не бар, мынандай күшті бетті ылғалдандыратын витамин Е бар, таза витамин Е. Бұның бағасы всего лишь 1000 теңге қыздар. 1000 теңге, Айманның? 1100. 1100 теңге. Мынау прям күшті ылғалдандырады бетті. Витамин Е. Карич бұл Япония қыздар, Япония. Таңен көрсетейін. Мынау арықтататын шай кепті. Одан кейін пупок деп қоямын, андай пупокқа сап қоясыздар да, сонымен арықтап жүре бересіздер, күшті ол. Одан кейін мынандай салфетка өткенде көрсеткен едім ғой, презентацияда ше, мынандай оралған салфетка. Осыны қыздар, қалта, қалжа, той бастарға қойсаңыздар болады. Қараңыздар қандай күшті. Ең бастысы бұл пайдалы зат қой. Ең бастысы да кухняда бізде күнделікті қолданып жүретін салфетка. Таза 100% ХБ. Көрсеткен презентацияда көрсеткен ғой. Осы мынандай түрі бар. И мынандай түрі бар. Қай күшті ғой, мысалы дастарханға қойып қойсам да, даже еш нәрсе керек емес, просто осылай сатып аласыз. Өз подарочный. Дайын. Өзі подарочный, дайын қыздар. Оны орап, қиналмайсыңдар. Мынау тұрған капрон ба? Капроновый колготки ма? Мынау капроновый жазғы колготка, мынау қысқы колготка. Витаминдерін қырықта. Қайсысын қарашы мынау. Тура кәскеуге. Қыздар, мынау не? Мынау намаз оқитындарға вообще күшті. Қараңдар. Аяғы ашық. И одан кейін мына жағын қараңдар. Міне іші қандай. Жып-жылы. Жып-жылы мына Қанша іші. Күшті. Бұның бағасы қанша еді? 7000 теңге кажется. Сондай алынады ғой бәрі. Иә, етік сондай. Өзіңе бар. Қыздар. Маркетингтен табыс табасын. Иә. Қазір бұлай ашып көрсете салайық. Қараңдар қыздар, мынандай. Ой, бұның еще бұлай көтені әдемі қылып қоятын жері бар. Асты ашық қыздар, намаз оқитын қыздарға ыңғайлы. Сразу дәрет алуға да. И міне утяжкасы бар. Күшті екен прям. Анау іші барлардың тартып, бұтшысын шығарып жоқ болып жүреді ғой. Іші жып-жылы қыздар міне. Юбка киіп жүре бересіңдер. Мә, күшті мынау. Вообще конкретно реально товарлар күшті. Ну да, күшті вообще. Мынау тура сондай, просто жұқа. Бұл жұқа уже, колготка. Мына жағы бар Жұқалау, екен. иә. Бұл мынау тоже тура сондай ғой, короче говоря. Мынау да қара. Мынау да бағанағы сияқты ғой. Тура сол өзі. Сол қыздар бағасы 7000 теңге. Бәрібір осындайды тура сондай баға аласыңдар. Зато бұл сіздерге оборот береді. Качествосы жоғарынан бір рет алсаң ше 10 жыл келсін ғой. Мынау тозбайды мынау. Оңайлықпен десек. Оңайлықпен тозбайды мынау. И одан кейін даже мынаны қара, мына жағы қалында, мына жағы жұқа. Иә. Көрдің бе? Аяқ жағы, иә. Қалай күшті қылып жасаған. Иә. Аяқ жағы жұқа. Қазір жинап қояйық артымыздан. Қысқа видео істеп жатсың ба? Иә. Болдымнан тоқтатам.